Сәлем достар, мен бүгін шашымды бұйрағым, азанда қалай шығатынын бірге көреміз. Мынандай не ғой, мен шашыма тек 5-ақ штук қана, өткен мен күнде 5 штукпен жасаймын. Мен өткен шашым жұп-жұқа, бұл мынандай ғой, бүйтіп оралады. Бұл мынандай нәскилермен істеп қоя саласында, тез қоятын қасти салайды. Бірінші әңгімемді айтып істей берейін. Сендердің айналарына қарай бақ жасай саламын. Санды бет санаты жүні. Мен өзім күнде қатты шығып ойнап жүргенімен қарай кеткенмін. Енді ойымдан қарағанымды, ал ютубтарда менің каналымда өзім ақ бақтым. Өткен күнге қарап түсем де сол үшін ақ бақтым. Жаман қатты ауырып отыр, оны қалай жат екен. Мына жерімен тартып қойда бүйтіп. О, жарты видео түсіріп кетті. Енді жартысын жасаймын дағы. Мынақта аз шаш қалған жоқ. Мынақта 1, 2, 3, 4, 5 штук. Мынақтан кішкене шаш алайын. Артып қалуы да мүмкін. Енді көреміз қазір. Қазанда тұрғанда жап етіп түсіп тұрса да, бірақ қазанда менің түнгі кетеді. Сол үшін. Сіздерге бір қызық айта тұрайын. Мені үсті қуған. Бірақ мені қатты қумаған енді, шкешке. Мен екі сабаққа бүйтіп бара жатамын ғой, жайлап та, мама үйде еді тауып кетсе, үйдің аяқта мен бүйтіп, үйден шығып бүйтіп түстім да, аяққа қарай бүйтіп келдім да, бұрылдым да, бүйтіп келе жатсам, талдың арасына бақ деп шығады, деп күліп. Сол жаным амады ше. Мен жай сөйлеп жатырмын, өйткені аяқта бала ұйықтап жатыр. Мен өйткені дауысын қатты шығарып қойдым. Сол себепті. Міне мен екі ұзақ шаш қалды, білмеймін артық қалады. Болмаса артық қалмайды. Мен қазір бағана ғана шашымды бұйралаған үтікпен. Шаш бұйралайды үтік болады. Сонымен шашымның бұйрасы тез кетіп қалды. Мен шашым тез кетіп қалады. Кейін мен жақында ғана шашымды қырқытып жасатқанмын. Болды. Мен қойған кезде мама деп бәрі дауысымен шығарған. Вообще істемейді ше. Қалғандарын қазір жасап тастайыншы, сіздерге көрсетпей-ақ. Достар, болды, енді артын қараңыздар. Енді достар, азанға дейін күтеміз. Енді. Міне. Шашым өзі шығып кетіпті, бірақ бола берсін я. Қайтан түсеміз қазір. Сендер азанда мен ұйқымнан тұрған соң оянғанымды көресіңдер ғой. Сол кезде жартысын түсіремін. Пока.